Қазақстан ғалымдары тіс жегін бұрғылаусыз емдеудің жаңа тәсілін ойлап тапты. Олар жасанды ақуыздың көмегімен тіс жегін тоқтатып, қайта қалпына келтіруге болатындығын дәлелдеген. Бұған дейін тіске түскен дақтың демдеуін уақытша тежегенімен оны емдеу мүмкін емес еді. Алайда Инна Дент дәрісін тамызғаннан кейін бұзылған эмаль бір айдың ішінде толықтай қалпына келеді дейді жоба авторы Бауыржан Әбдуғалиұлы. Оның айтуынша жоба құны $200 мың тұрады. Жас ғалымдар тобы Астана қаласында 3 жыл көлемінде Швейцарияның биотехнологиялық концернімен бірлесіп жұмыс жасап, жуырда ғана дәріні патенттеген. Біз оны қазір Астана мен Алматы тіс дәрігерлерінде енгіздік, олар сатып отыр. Сосын Ресей мен Украина елдерінде сатуға жоспарларымыз бар. Одан бұрын осындай технология, осындай нәрсені елестеуге мүмкін емес еді. Өйткені біз білеміз, эмаль, тістің эмалі ол тірі ағзалар ішінде жоқ, тірі жасушалары да жоқ, ол минерал, 95% минерал.